Қиярды қалай атылмай қытырлатып тұздау керектігін мен YouTube арнамда құпия қыр сырларымен толық бөлістім. Қысқаша айтып өтейін. Алдымен ұсақтау қиярларды дұрыстап ысқылап жуып аламыз. Екі жағын кесеміз, содан кейін мұздай суға жуып, бір түнге сол суға қойып қоямыз. Банкілерді стерильдеп, булап, қақпақтарды бөлек ыдысқа қайнатамыз. Ал енді жинай бастайық. Алдымен түбіне лавр жапырағын, қара бұрыш бұршағын, сарымсақтан, аскөктің түр-түрінен қосамыз. Қиярларды салып, арасына қызыл бұрышты қыстырамыз. Жаңадан қайнап тұрған ыстық судан үстінен құямыз. Жарты сағаттай тұндырамыз, суын ағызамыз, зиянды суды төгеміз. Енді ең маңызды сәтіне келдік. 1 литрлік банкіге 1 ас қасық толмаған тұз және жарты қасық қант саламыз. Қайтадан қайнап тұрған ыстық суды толтырып, үстінен тағы құямыз. 1 литрге аспириннің біреуін 70% сірке судан жарты шай қасық қосамыз. Арнайы құралмен қақпағын бұрап жабамыз. Аунатамыз, аспириннің ерігенін күтеміз. Банкілерді төңкереміз. 2 тәулікке көрпе астына қоямыз. Осыны істесеңіздер, қыста тұздалған дәмді қиярларды маған риза болып қытырлатып жеп отырасыздар. Кері байланыс YouTube арнамда.